Ұлы драматург Бернард Шоу әрбір талантты жазушы ең әуелі өзінің замандастары жайлы жазуы тиіс деген екен. Ең парасатты проза, дәл және қысқа жазылған проза деген орыс халқының ақыны Александр Сергеевич Пушкиннің сөзі де есімізге оралады. Мұзтаудың мұзбалағы өр Оралханның туғанына 80 жыл толуына орай лицейдің бір топ мұғалімдері бір ел, бір кітап ұжымдық оқуын бастаған болатынбыз. Сондағы мақсатымыз Алтайдың Кербұғысы атанған ерекше дарын иесінің шығармашылық жолы, азаматтық ұстанымы мен қайраткерлік қасиетін жастарға үлгі ету еді. Оның әдеби мұрасы әлі талай ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Бүгінде біз ұстаздар кезекті жиынымызда Оралхан Бөкейдің «Қайдасың қасқа құлыным» повесін талдап отырмыз. Бұл повесте жазушы өз туған жерінің табиғатын суреттеп, адам мен табиғат үндестігін, кейіпкер психологиясын, өз замандағы қоғамның бет бейнесін, олардың пиғылын ашады. Иә, қай шығармада да жазушының өзіндік жазу стилі бар. Айтайын деген ойы оқырманға тура берілмей, оқырманның өз түйсігіне қалдырар тұсы маған қатты ұнады. Осы повестегі Сарқынды шалдың өлер алдындағы ақырғы әрекеті адамға ой салады. Оның жанын түсінген жалғыз иті ғана оның бүкіл саналы тіршілігінің мәнін көрсеткендей іспетті. Айтылмаған талай сырлардың түйінін шешетін бұл шығармада табиғатқа, туған жерге деген сүйіспеншілік, әкеге деген құрмет, бауырға деген жанашырлық, обалсыну сияқты адамның бойында болар ең ұлы сезім ерімдері бар. Тірі жетім баланың психологиялық жай-күйі, әкенің бала алдындағы жұлдызды аспанда сұраған кешірімі маған Оралхан Бөкейдің оқырмандар алдында өз туған әкесін ақтап алғысы келгендей әсер етті. Иә, соғыс замандағы жылдардың ауыртпалығын арқалаған сол замандағы халыққа еш кінә артпаймыз. Себебі өмір Оралхан айтқандай тіпті де ғажап емес. Алтайдың қысы секілді қатыгез, кімдерге суық, кімдерге ыстық. Дегенмен өмірді лағнеттеп өкінуге де болмайды-ау, дейді емес пе жазушы. Алтайдың бойы балқып, рахаттың, тыныштықтың алтын бесігінде тербеліп жатса, әулиекөл айнадай жарқыраса, бетінде бейбіт жүзген қаз үйректер ақ арудың ақша жүзіндегі меңіс бетті. Мен осы тамылжыған тамаша өңірдің түлегі болғаныма қуанамын деген жазушының сөздері туған жеріне деген шексіз махаббатын көпке үлгі етеді. Иә, біз ғашық болуды табиғаттың тылсым сырлары мен сұлулығынан үйренеміз. Оралхан Бөкейдің табиғатқа тәу етуі де заңды құбылыс. Себебі осы табиғаттың өзі Оралханның бойына осыншама дарындылықты, даралықты дарытқан деп білемін. Қымбатты оқырман, Оралхан әлемін түсінгіңіз келсе, шығармаларын оқыңыз, сүйсініңіз, жиреніңіз, үйреніңіз. Сіздермен бірге болған Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байбулатова Майра Берікқызы.